Жент қаласы, ортағасырлық қала. Орналасқан жері: қазіргі Қазақстан аумағы, Сырдария өзенінің төменгі ағысы, Қызылорда облысына жақын аймақ, Арал маңы өңірі. Тарихи кезеңі: қала 9-14 ғасырларда өмір сүрген. Ортағасырлық жібек жолының ірі сауда орталығы. Оғыз мемлекетінің маңызды қалаларының бірі болған. Тарихи маңызы: Жент Оғыз тайпаларының саяси және сауда орталығы. Кейінірек Қыпшақтар, Хорезмшахтар, Алтын Орда ықпалында болған. Ислам дінінің таралу орталықтарының бірі. Археологиялық деректер: қалашық орнынан табылған қыш ыдыстар, тиындар, қамал қабырғаларының қалдықтары. Қала құрылымы: цитадель, қорған. Шахристан, қала орталығы. Рабат, қала маңы. Құлдырау себептері: сауда жолдарының өзгеруі, су көздерінің тартылуы, шапқыншылықтар, экономикалық әлсіреу. Қорытынды: Жент қаласы қазақ жеріндегі өркениеттің, сауданың, ислам мәдениетінің және мемлекеттіліктің маңызды орталығы болған тарихи қала. Ол сыр бойындағы ортағасырлық қалалар жүйесінің маңызды буыны саналады. Жоғарыдағы мәліметтер мен суреттер жасанды интеллект бағдарламаларынан алынды. Көңіліңізден шықса лүпіл басып тіркеліп кетіңіз.